Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бейсенбінің сәтті күнінде сіздермен бірге Айгерім Бейсенбі. Және де бүгін бізде тікелей эфирде қонақта Ақерке Ақтайқызы, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша рухани жаңғыру кеңсесінің директоры Ақерке ханым. Орталығымызға қош келдіңіз. Рахмет, Айгерім ханым. Біріншіден шақырғандарыңызға рахмет, екіншіден орталықтарыңызбен мені танысып жатырмыз, өте қуаныштымын. Сәттілік біздің тікелей эфирге. Тікелей эфирімізге сәттілік, және құрметті көрермендер, Ақерке ханымға сұрақтарыңыз болатын болса, біздің тікелей эфир барысында жібере аласыздар. Және де енді рухани жаңғыру бағдарламасы жөнінде өзіңіз түсіндіріп өтсеңіз, қандай бағдарлама және де не іс атқарасыздар, сол бойынша түсіндіріп өтсеңіз. Жақсы, рухани жаңғыру мақаласы 2017 жылы 12 сәуірде біздің тұңғыш президентіміз, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мақаласы болып жарияланған болатын. Сол мақала аясында қазіргі біз жұмыс жасап жатқан бағдарлама дүниеге келіп, 4 жыл мені өзінің жұмысын көрсетіп жатыр. Яғни әрбір регионда, Қазақстанның өңірлерінде осындай рухани жаңғыру жобалық кеңселері жұмыс жасайды. Енді айтып өтейін, жалпы қандай жұмыспен және немен айналысатынымызды. Жалпы бұл бағдарламаның өзінің 6 принципі бар. Атап өтетін болса, Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы, сананың ашықтығы, білімнің салтанат құруы, сонымен қатар прагматизм, бәсекелікке қабілеттілік және ұлттың бірегейлігі. Осы 6 принцип аясында жалпы кеңселердің жұмысы өзінің жұмысын атқарады, жасайды, жоспарлайды. Және бұл бағдарламаның 17 арнайы жобасы бар. Яғни осы 17 арнайы жобаны жүзеге асырып, сол қорытындысын көре отыра, біз жалпы бағдарламаны да қорытындысын айта аламыз. Әрбір арнайы жобаны атап өтейін, бізді тыңдап отырған көрермендеріміз жалпы білу үшін, тану үшін, ол туған жер арнайы жобасы, сонымен қатар Қазақстанның киелі географиясы арнайы жобасы, жаңа гуманитарлық 100 оқу құралдары арнайы жобасы, Қазақстанның 100 жаңа есімі арнайы жобасы. Бұл арнайы жоба, өздеріңіз білесіздер, бұқаралық ақпарат құралдарында да, қоғамда да өте бір белсенді, танымал арнайы жоба болып табылады. Сонымен қатар архив 2025 арнайы жобасы, қазақ тілі әліпбиі арнайы жобасы, ұлы даланың ұлы есімдері арнайы жобасы, түркі әлемі генезисі, дала фольклоры мен музыкасының 1000 жылы арнайы жобасы, және келесі арнайы жоба бұл республикалық арнайы жоба, ауыл ел бесігі арнайы жобасы. Сонымен қатар ежелгі өнер технологиялар мұражайы арнайы жобасы, заманауи Қазақстанның мәдениеті арнайы жобасы, және тарихтың кино өнері мен телевизиядағы көрінісі. Және осы бізге 21 жылы келіп қосылған 4 арнайы жобамыз бар. Ол құқықтық мәдениет, ол әдет ғұрып, ол үнем қоғам қуаты және еңбек елдің мұраты. Осы 4 арнайы жобамыз біздің 21 жылы бізге келіп қосылған жобалар болып табылады. Осы 17 тізіп айтып өткен 17 арнайы жоба қазіргі таңда барлық өңірлерде және сонымен қатар Нұр-Сұлтан қаласында да өзінің жұмысын, өзінің белсенділігін, насихатын тауып жатыр. Осы арнайы жобаларды жүзеге асырумен Нұр-Сұлтан қаласының рухани жаңғыру жобалық кеңсесі айналысады. Енді рухани жаңғыру жаңа айтып өттіңіз, елбасының мақаласынан шықты. Және де ол қалай және неліктен бір тұтастай үлкен бағдарламаға айналып кетті? Жалпы рухани жаңғыру бағдарламасы бұл қазіргі таңдағы біздің мемлекетіміздің дамуының, болашақта дамуының идеологиялық платформасы деп қабылдауға болады. Қазір мен жаңа тізіп өттім ғой, ол аз емес 17 арнайы жоба, ол өте ауқымды арнайы жобалар. Оның ішінде мәдениет те бар, оның ішінде жаңағы 100 жаңа есім де бар. Туған жер жобасын алатын болсақ, мысалы бұл меценаттардың, яғни өзінің жеріне, еліне деген, өзінің ауылына деген, кішкентай көшесіне туған мысалы жеке азаматтың бір жасайтын көмегі, ол қаржылық көмек болуы мүмкін, немесе ол басқа да көмек болуы мүмкін. Біз білеміз, қазіргі таңда қоғамда айтады ғой, непростая ситуация дейді ғой, жай ғана бір сөзбен де
көмек айтып, көмек жасап жатқан азаматтарымыз да бар. Осы меценаттарды, волонтерлардың басын қосатын жоба бұл туған жер жобасы. Осындай жобалардың 17 жобасы бар. Сондықтан бұның бәрін басын біріктіріп, бір үлкен бағдарламаға айналдыру, менің ойымша ол бір дұрыс бағыт болды. Өйткені егер әр жоба әртүрлі салада жасалып жататын болса, оның бір қорытындысын да көре алмайсың. Ал егер бір жерден бір нақты адамдармен қадағалап, соның жұмысын қадағалайтын болса, процесін дейді ғой, және қорытындысын да қадағалайтын болса, ол жобаның жақсы бір нәтиже көрсететініне көзіміз жетеді. Сондықтан сіздің сұрағыңыз да дұрыс. Неге ауқымды бағдарлама болды деген, өйткені бұл 17 жоба өзінің саласында, өзінің белгілі бір айналысатын адамдары бар. Сондардың бәрінің басын біріктіру осы рухани жаңғыру бағдарламасының қолынан келе алды деген 4 жылда мен қорытынды айта аламын. Енді рухани жаңғыру бағдарламасы біздің жаңағы ұлттық құндылықтарымызды жаңғыртуға, оларды жаңа заманауи ағымға түсіруге өзінің үлесін қосуда. Енді біз көп ұлтты мемлекетпіз, 130-дан аса ұлт тұрады. Сондықтан да рухани жаңғыру бағдарламасы өзге ұлттарды да қамтисыздар ма, және олармен де жұмыс жасап, олардың құндылықтарын арттырып, жаңағы ұлттық дүние танымдары болады ғой, әрбір ұлттың, және де Қазақстан бірегей тұтас болғандықтан сол өзге ұлттарға да көңіл бөлесіздер ме? Өте тамаша сұрақ, Айгерім, рахмет. Әрине, біз жұмыс жасаймыз. Мен сізге былай айтам, рухани жаңғыру жобалық кеңсесі Нұр-Сұлтан қаласының ішкі саясат басқармасына қарасты. Яғни біз барлық жұмысымызды сол ішкі саясат басқармасымен талқылап, сол кісілермен жоспарлап, сол кісілерге қорытындыларымызды тапсырамыз. Сол ішкі саясат басқармасына қарасты Нұр-Сұлтан қаласында қоғамдық келісім деген ұйым бар. Яғни жаңа өзіңіз айтпақшы, 130 ұлтты біріктіретін, біздің елімізде тыныштықты сақтайтын, бірдей бір жаңағы қазақстандық патриотқа айналдыратын бір ол ұйымның басты мақсаты сол. Біз ол ұйыммен тығыз жұмыс жасаймыз, және менің айтқым келгені, біз бір жерден ол кісілермен жаңағы бір жерге қарастымыз, және жұмысымызда да бірегейлік бар. Сонымен қатар жалпы мен енді жаңағы әкімдіктің жұмысынан кетіп, жалпы қоғамдағы болып жатқан жағдайға тоқталатын болсақ, қазіргі таңда өте көп басқа ұлттардың қазақ тілінде қандай әдемі сөйлейтінін, сонымен қатар қандай әдемі әндер шығаратынын, өздерінің өнерлерін көрсетіп жатқанын көреміз. Әрине, біздің кеңсеміз ондай адамдарды қолдайды, ондай адамдармен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде тағы айта кететін, мысалы 100 жаңа есім жобасы, арнайы жобалар тізіп өттім ғой, соның бірі 100 жаңа есім жобасы. Биыл бізде мысалы бірнеше біздің жеңімпазымыз бар 100 жаңа есім жобасында, соның бірі басқа ұлт өкілі болып табылады. Бұл да біздің жаңағы рухани жаңғыру бағдарламасының жасап жатқан жұмысы, идеологиясының бір бөлігі. Тек қана қазақ тілді аудиторияға емес, немесе қазақ халқына емес, сонымен қатар біз бір тұтас мемлекет болғандықтан басқа да ұлт өкілдерімен жұмыс жасау біздің бірден бір міндет болып табылады, және қазіргі таңда ондай жұмыс жасалып жатыр. Әрине дұрыс, өйткені жаңағы сіз атап өткендей көп ұлтты болғаннан кейін тек қана қазақтарға деп арнау дискриминация болады. Және де ол нәрсе біздің мемлекетімізге тән емес деп ойлаймын. Енді бағдарламаның басталуы бар, және де бағдарламаның белгілі бір мерзімде атқаратын жұмысымен оның қоятын нүктесі болады дегендей. Бағдарламаның негізгі мерзімі қанша уақытқа? Тағы да өте керемет сұрақ, Әйгерім, сіз дәл табады екенсіз, қандай сұрақтарды қою керек. Өйткені бұл жерде қараңыз, бұл өзі бір сондай идеология болғандықтан, ішкі саясат болғандықтан, бұл қызық. Өйткені біз бір уақытты шектей алмаймыз. Егер біз мектеп салып тастайтын болсақ, 1 жылда, 2 жылда салынған мектепті немесе салынған жолды көре аламыз, дұрыс па? Ал идеологияда біз уақытпен шектей алмаймыз. Ол
бұл 10 жылдан кейін өзінің қорытындысын бере ме, немесе 1 айдан кейін қорытындысын бере ме. Қазір мына 17 арнайы жобаның қорытындыларын біз белгілі бір уақытқа болжай алмаймыз, бірақ бұл бағдарлама қазіргі таңда, сіз енді бағдарламаның нақты уақытын сұрап отырсыз ғой. Бұл бағдарлама қазіргі таңда бізде идеологиялық платформа болғандықтан мерзімі нақтыланбаған. Әлі де өзекті, иә. Өйткені 4 жылдың ішінде, мен жаңа айттым сізге, бізге 4 жаңа жоба қосылды деп, иә. Жаңағы құқықтық мәдениет, әдет ғұрып, жаңағы еңбек елінің мұраты, осылардың бәрі жаңадан қосылып жатуы үрдісі, ол яғни жұмыстың дұрыс бағытта жасалып жатқаны. Егер өзінің актуалдылығын, өзіңіз айтпақшы, өзектілігін жоғалтатын болса, ол бағдарлама баяғыда өзінің қорытындысын тауып бітетін еді. Ал қазіргі таңда қоғамда сананың модернизациясы болып жатқандықтан, ал рухани жаңғыру бағдарламасының бірден-бір міндеті мен мақсаты қоғамның санасының ашықтығын, оның өзгеруін бағыттайтын, насихаттайтын болғандықтан, бұның менің жеке пікірім, өзім ойымша, әлі де бұл бағдарламаның болашағы және мерзімі де өте үлкен. Жаңаға айтып өттіңіз, өзіңіздің жаңа 4 бағыт бар, алдыңғы бағыттар бар болып жатқан. Соның ішінде енді діндерді зерттеу орталығына келіп отырғасын, дін жағы қамтылған ба? Жаңағы біздің дәстүрлі дінімізді халыққа таныту үшін, көрсету үшін осы нәрсені ескердіңіздер ме? Өйткені біз діндерді зерттеу орталығы болғандықтан, біздің жастар болсын, егде жастағылар болсын, орта жастағылар болсын, деструктивті діни ағымдарға еріп кететіндер бар. Сондықтан да осы бағдарлама аясында дінді қамтыдыңыздар ма, ұлттық дінімізді? Бағдарлама, жалпы рухани жаңғыру бағдарламаның өзін, мақаланың өзін оқитын болсаңыз, мынандай сөздер бар арасында. Тарихтағы болған жаңағы келеңсіз жағдайларды қалдырып, болашаққа тек қана керек әдет ғұрыппен, тек қана болашағымызға, жарқын болашағымызға өзінің жақсы әсерін беретін әдет ғұрыппен, тәрбиемен алдыға басу дейді. Бірақ келеңсіз жағдайларды артта қалдырып, оларды алып жүрмеу деген бір жақсы өзінің бір идеясы бар бұл бағдарламада. Дінге нақты тоқталатын болсақ, әрине бұл біздің түркі әлем генезисі деген арнайы жобасында қарастырылған. Бұл енді тарихи жағынан қарастырылған. Қазіргі таңда рухани жаңғыру бағдарламасы дінмен айналысып жатыр деп мен толық айта алмаймын. Өйткені сіздердің де, бұл Нұр-Сұлтан қаласында сіздердің де жаңағы орталықтарыңыздың ашылуы жайдан жай емес. Өйткені дін бұл өте бір өзі үлкен дайындықты, үлкен білімді, үлкен бір салалық білімді керек ететін, қажет ететін сала. Сондықтан әр жан-жақтан бұл жерге де қатыса берудің менің ойымша қажеті жоқ. Бірақ жалпы бағдарлама аясында әрине сіздермен біз толығымен жұмыс жасаймыз, арамызда меморандумдарымыз да бар. Бұл біздің жасалып жатқан тікелей эфиріміз бірінші тікелей эфир емес, бірнеше рет тікелей эфирге шыққанбыз. Сіздердің лекторларыңыз рухани жаңғыруда да бізде лектор болып жұмыс жасайды, біздің лекторлер сіздерде жұмыс жасайды. Бұның бәрі менің ойымша жасалып жатқан қазіргі таңда қарым-қатынас, жұмыс. Бірақ тағы да айтып өтем, дін саласы өте бір терең, өте бір нәзік сала болғандықтан, менің ойымша жан-жақта әртүрлі бағдарламалар немесе әртүрлі мамандардың қатысуын қажет етпейтін сала. Сондықтан мен тағы да айтам, мен жаңа экскурсия жасап өттім, тікелей эфир болмай тұрып сіздердің орталықтарыңызға, басшыларыңызға алғысымды білдіремін. Өте тамаша орталық. Өйткені шыны керек, қазіргі уақытта, қазіргі біздің қоғамда болып жатқан, тек қана Қазақстанның емес, Қазақстан мемлекетінде емес, әлем деңгейінде болып жатқан жағдайларға байланысты бұл орталықтың Нұр-Сұлтан қаласында ашылуы уақытылы және орынды деп ойлаймын. Жаңа маған түсіндіргенде, сіздердің мысалы орталықтарыңызда психолог, теолог мамандар жұмыс жасайды. Мысалы психологтарға өзіңнің бір
егер дін мәселесіне қатысты бір сұрақтары болса келуге және тегін ақпарат алуға болады және кеңестер алуға болады деп түсіндірді. Оны мысалы біздің мамандар жасай алмайды рухани жаңғыру бағдарламасында. Біз мысалы өзіміздің 17 арнайы жобамызбен айналысамыз, дұрыс па? Сондықтан мен ойлаймын, бұл мәселе, дін мәселесі өзінің мықты деген арнайы мамандармен жүзеге асырылу керек. Әрине рухани жаңғыру бағдарламасы жан-жақтан қолдау көрсетуге және бірге дамуға дайын және ашық. Дұрыс, жаңағы сіздің ойыңызды түсіндім, және тиіп қашып емес, толық бір арнада жұмыс жасаймыз деп айтып тұрсыз ғой. Енді өзіңіз жұмыста да, өмірде де көріп жүрміз. Қазақтың қызы деген атқа бір лайықтысыз деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша қазақтың қызы қандай болу керек? Заманның талабына, жаңағы заманның заманауи трендтермен жүреміз деп, біздің ұлттық болмысымызды жоғалтып алған жоқпыз ба? Қазақтың қызы деген. Әдемі сұрақ. Жалпы, бұл өте өзекті сұрақ қазіргі таңда. Өйткені Айгерім, сіз бұл жерде жай ғана бір қазақтың қызының образы қандай болу керек деген сұрақты қамтып тұрған жоқсыз. Жалпы біздің ертеңгі қазақ халқының жағдайы қандай болады деген сұрақ қой бұл жерде. Өйткені барлығы анадан басталады, бесіктен басталады. Бұндай сұрақтар қойғанда мен өз түрімнен де көрініп тұрған шығар, бір ойға шомылып жатырмын. Шыны керек, өйткені біздің қазақ жігітінің дұрыс тәрбиеленуі және дұрыс қалыптасу және қазақ қызының дұрыс сана сезімі біздің ертеңгі мемлекетіміздің жарқын болашағын бірден бір кепілі. Сондықтан қазіргі таңда біз қыздарымызға өте көп көңіл бөлуіміз керек. Қыздарымыздың сөйлеу мәдениетіне, өзін өзі ұстау, жалпы өмірге деген көзқарасы, осының бәрін біз дамытуымыз керек. Өйткені енді қазіргі таңда мен рухани жаңғыру саласында жүрмін, сіз дін саласында, яғни біздің жаңағы жауапкершілігімізге жүктеліп жатыр ғой бұның бәрі. Ертең біздің қазақ қызы қандай болады деген. Өзімнің екі артымнан ерген сіңілім бар, 14 және 12 жаста. Жалпы сол қыздарға алыс кетпей-ақ қояйын, сол қыздарыма қарап айтатын болсам, жалпы болашағымыз бар, жақсы. Өйткені қазақ тілін өте жетік меңгерген, сондай оқуда да, мысалы Назарбаев мектебінде оқиды, бір талпыныстары бар, алдыға қойған мақсаттары бар. Бірақ айта кететін бір сұрақ, біз Қазақстанда оқымаймыз, бітіргеннен кейін басқа шет мемлекетінде білім алып келеміз Қазақстанға деген бір тенденция да бар. Мысалы мені ол кішкене қорқытады, өйткені мен өз басым шетелге барып оқығанды қаламадым. Өйткені былай ойлаймын, жалпы мен енді қазақ қызы болғандықтан, қазақ жерінде де жақсы білім алалам. Алдым да. Өте тамаша 3 жоғарғы білімім бар, магистратура деңгейім бар. Осы жақта өзімнің жұмыстарымды да жаңағы көрсете алдым. Сондықтан мен ойлаймын, қазақ қызы өз жеріне, өз еліне ең біріншіден кішкене бір жүрегінде махаббаты болу керек. Ары қарай, мысалы, енді менің қыздарым айтуым бойынша, олар айтады, біз барып оқып келіп Қазақстанда еңбек етеміз, біз біреу медицина саласына, біреу жаңағы халықаралық қатынастар саласына барамыз деген жалпы ойлар бар. Бір жағынан құптайсың, әрине, өйткені баланың жалпы қазіргі таңда әлемдік тенденция деп өзіңізді айтыңыз, сол тенденцияларға сай болу үшін біз жіберуіміз керек. Бірақ бұл жерде мен ең бір қорытынды, бұл үлкен ауқымды тақырып қой, көп сөйлемей-ақ қояйын, бір қорытынды зат қана айтайын. Әрбір адам ол қыз болмасын, қазақ қызы образы болмасын, жігіт образы болмасын, менің ойымша бір жақсы адам болу керек болды. Соған тырысу керек. Ол білімді бола ма, ол биші бола ма, ол әнші бола ма, суретші бола ма, тек қана бір ішінде бір мақсат болу керек сияқты. Мен жақсы адам болсам, айналама жақсылық жасасам, айналамдағы ешкімді ренжітпесем, бір
қорқынышты заттар жасамасам, өмірімді солай өткізсем деген бір алтта әрбір қазақстандықтың басында, санасында немесе жүрегінде сондай бір мақсат болса, мен ойлаймын, біз үлкен бір жақсы мемлекетке ала аламыз. Және рухани жаңғыру өз соған келе береді. Көрдіңіз бе, айналып рухани жаңғыру бағдарламасының да бір менің сөздерім бойынша, осы бағдарламаны, мақаланы мен қалай түсінемін. Мен қандай болдым осы уақытқа дейін, және болашақта мен қандай болып дамимын. Осы екі сұраққа жауап беретін бұл ауқымды бағдарлама. Сондықтан мен ойлаймын, біздің әрбір қазақстандық азамат, ол қыз болсын, жігіт болсын, біздің әже аталарымыз болсын, мен қазір қандаймын, және мен қазір болашақта қандай боламын. Және біздің де тарапымыздан, мысалы әкімшілік тарапынан, басқа да ұйымдар тарапынан өте көп жағдай жасалып жатыр ғой қазіргі таңда қоғамда. Өте көп білімді арттыруға болады, сонымен жаңағы салауатты өмір салтына да қатысты. Соның бәрін жинақтай отырып, өзіне керегін ала отырып, мемлекеттің тарапынан даму, жалпы азамат болып даму, жанұяда да жақсы әке, ана немесе бала болып даму. Осындай бір кішкентай ғана мақсаттарды алдыға қойсақ, бұл үлкен глобальный мақсат емес қой. Осының бәрін ұстай алатын болсақ, мен ойлаймын, біз ертең өте болашағымыз жарқын мемлекет боламыз деп. Ол біздің ұлттық болмысымызда бар, жаңағы сіз айтып отқан жақсы адам болу керек дедіңіз ғой. Енді біздің қазақта айтады ғой, үш ауыз сөзбен тәрбиелегенде ұят болады, обал болады, жаңағы сауап болады деген. Сол үш ауыз сөзбен тәрбиелеген, бірақ та осы ұят сөзін жаңағы басқаша алмастырып, жастар деген ұятмын деп шығарып, трендке айналдырып оны. Сондықтан да мен әр келген қонағыммен осы тақырып аясында сөйлескім келеді. Өйткені мен алаңдаймын біздің ұлттық болмысымызды, біздің қазақтың сыпайылығын, әдептілігін, жаңағы өзіне тән қылықтарын жоғалтып аламыз ба деген. Өйткені батыстан келіп жатқан, бізге Европадан келіп жатқан тенденциялар бар ғой, жаңағы заманауи, солардың етегіне еріп, өзіміздің болмысымызды ұмытып кетпесек екен деген ойым бар да. Және де осындай әрқашан осы тақырыпты қозғап, енді күнде қозғамайсың ғой, бірақ керек адамдармен қозғап, осы тақырып аясында ойын білу, және де егерде тыңдайтын аудитория болса, жаңағы дұрыс жағына пропаганда жасау керек деп ойлаймын. Өйткені насихат, ұлттық құндылықтарымыз бізге керек. Өйткені қазақ болуға ұмтылмаса, өзге ұлт жаңа қазақ болуға ешқашан да ұмтылмайды ғой. Және де біздің көрермендеріміз жазып кетіп, Асхат Ахмедияр есімді осындай сұлулар бар кезде қалай рухани жаңғырмасқа дейді. Рахмет, Асеке, сізге. Рахмет. Және де бір сұрақ келіп түсіпті. Қазақ қыздардың басқа ұлт өкілдеріне тұрмысқа шыққанына қалай қарайсың? Менің жеке пікірім, бұл? Жеке пікірі, субъективті. Бұл жерде біреу үшін жауап берудің қажеті жоқ. Бұл жерде енді махаббат. Менің өзім ойым, жалпы тұрмысқа шығу деген ол махаббат. Жайдан жай адам тұрмысқа шықпайды. Сондықтан егер екі адамның арасында махаббат болса, мен ойымша басқа, ол мемлекет, немесе ата-ана, дос, ешкім араласпау керек. Бірақ менің жеке ойым, мен басқа ұлт өкіліне тұрмысқа шыға алмаймын. Өйткені мен басымның аяғына дейін қазақ деп соққан жүрегім, мен басқа ұлт өкілін өзімнің бір ерім ретінде, азаматым ретінде, күйеуім ретінде қарай алмайды екем. Мен бұл сұраққа енді басқа ұлт өкілдеріне мен өзім шыға алмаймын тұрмысқа. Енді басқа қыздарды қайдам, енді махаббат болып жатса шығады. Бірақ көзқарасым енді ол тарихтан да болып, тарихқа үңілетін болсақ, ол бар ғой, басқа елдермен, басқа ұлттармен алмасып, жау шапқан кезде басқа, біздің қазақ қыздарын басқа ұлттар алып кетіп атқан, біздің де хандарымыз басқа ұлттың қыздарын алып келіп қанымызды өзгерткен кездері болған. Ол тарихта болған зат. Оған бір, мен қазір бір мынандай ойға келем да, мысалы, жаңа сіз де айтып жатсыз, ұятмын деп, мысалы, жастар қарсы, оны тенденция сондайға көрсетіп жатыр. Ол өту керек, оның өзінің бір мерзімі бар. Қазір міне жастар оған қарсы, Мен сізбен толығымен келесем. Қазақтың бір тамаша заты бар. Ешқашан ұрмаған, соқпаған, тек қана бір-ақ сөзбен тәрбиелеген, ол ұят деген сөзбен бітті. Біздің әке-шешеміз солай тәрбиеленген, дұрыс па? Біз де солай тәрбиеленгенбіз. Бірақ қазіргі жастар, олар өздерінің пікірін білдіріп жатыр. Онда тұрған ештеңе жоқ, Айгерім. Ол период өтеді.
жаңағы біздің жасымызға келгенде олар айтады, шыны керек, біздің жаңағы әдет ғұрпымыздан келе жатқан ұят деген сөзде, бір 3 әріптен тұратын сөзде қандай мағына бар деп, олар өздері мына санасымен келу керек. Қазіргі уақытта мен барып ұрсайын, оларға сіз барып осындай эфир жасасақ та, олар түсінбейді оны. Өйткені олардың қазір санасында, ол бір адамның өсуі, ол оның периоды, оны да біз қабылдауымыз керек. Біздің тарапымыздан егер біз навязывать дейді ғой, орысша бір әдемі сөз бар ғой, навязывать. Егер біз жоқ, олай айтпаңдар деп жастарға біз агрессияға ұшыраймыз. Сондықтан біз жақсы, ол сіздердің пікірлеріңіз, ал біздің пікіріміз, ал біздің салт дәстүріміз осындай деп. Рухани жаңғыру бағдарламасының да басты мақсаты осы. Жаңағы әдемі насихатпен адамды көндіру, әдемі насихатпен жаңағы мемлекеттік ұлттық сананы жасау, ұлттық идеологияны жалтау, ұлттық рухани жаңғыру жасау, но агрессия болмау керек. Сондықтан бұл жерде де мысалы басқа ұлт өкілдерін қыздар таңдап жататын болса, әрине ол өздерінің сана сезімімен және жүрегімен таңдалған бір таңдау деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде бір қысым жасау, немесе бір радикалды бір шешім қабылдаудың қажеті жоқ. Адам өзі санасымен жүрегімен келу керек. Бірақ бұған тағы да бір түрткі болатын, ол әрине тәрбие, ұлттық тәрбие. Сол ұлттық тәрбиемізді күшейте беруіміз керек. Бізде рухани жаңғыру бағдарламасы бар, біз 17 арнайы жобамен жұмыс жасап жатырмыз, болды деп қалып қоюға болмайды. Оны әрі қарай дамыта беру керек, жұмыс қарқындай беру керек. Сонда ғана біз бір белгілі бір жақсы нәтижелерге жетеміз. Енді жаңағы сіз айтып жатқан нәрсе, ол отбасынан басталатын сияқты да, ұлттық тәрбиені беру, оны тәрбиелеп, оны санаға сіңдіру, тәрбиені беру бөлек, әр ата-ана өзінің баласына жақсы тәрбие бергісі келеді ғой, жақсы нәрсе бергісі келген сияқты. Бірақ санаға сіңдіру өте бір бөлек әңгіме сияқты. Және де ұят мәселесінде айтады ғой, білім алу ұят емес, қыздарға болсын, ұлдарға болсын, жаңағы сабақ оқу ұят емес, бір жерде ойыңды білдіру ұят емес. Бірақ ұяттың шеңбері бар дейді ғой, сіз айтып өткендей, жастарымыз мүмкін осы арнадан өткеннен кейін болашақта өздері түсінеді деген үлкен сеніміміз бар. Жаңағы тұрмысқа шығу мәселесі бойынша да өзге ұлттың әр адамның жеке шаруасы ретінде қалдырамыз ғой, бірақ та сіз жаңағы айтып өткен сөз маған қатты ұнады, жаңағы басымнан бастап аяғыма дейін қазақ деп соққан деп. Және де ондай қыздар шықпайтын да шығар, бірақ тарихта да бар. Менің әкем қалжыңдап айтады, Шыңғысхан менің бажам деп, өйткені Қоңыраттың қызын алған деп қалжыңдап қояды ғой. Сондықтан да ол тарихта бар нәрсе. Оны біз жоққа шығара алмаймыз. Болып та жатқан нәрсе, ол жоққа шығару, жасырудың қажеті жоқ. Сіз айтқандай, әркім өзінің ойы бар, жүрегі бар, махаббат дейміз. Сананың ашықтығы деген, міне осы көрдіңіз бе, біздің басқа біреудің ойын қабылдай алу, оған агрессия білдірмеу, немесе оны басу емес. Рухани жаңғырудың жаңағы 6 принципін айтып өттім ғой. Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы, ешқандай келеңсіз жағдайларсыз, митингілерсіз, жаңағы ұрыс керіссіз, білімді түрде, зиялы түрде даму, жаңағы сананың ашықтығы, білімнің салтанат құру, осының бәрі жаңағы рухани жаңғыру бағдарламасының 6 принципінің аясында жасалып жатыр. Жаңа мен сізге сіздердің орталықтарыңызға бір сыйлықтар әкеп едім. Бізде білесіздер, Қазақстандық қоғамдық даму институты бар. Міне біздің осы рухани жаңғыру бағдарламамызды жүзеге асырып жатқан республикалық деңгейдегі институт. Міне жаңа айтып өттіңіз ғой, бала тәрбиесіне қатысты. Осы жерде мысалы бізде көңілді қаржылық сауаттылық сабақтары деген кітап. Міне мынау балаларға арналған. Яғни осы кітап арқылы қазақша, орысша екі тілде бір кітаптың ішінде осы кітап арқылы баланың қаржылық сауаттылығын көтеру, құқықтық мәдениетін көтеру. Жалпы қазіргі таңда бұл енді ата-аналарға айтып жатқан бір кеңесім ретінде баланы тәрбиелеуге, мысалы осы кітаптарға да жүгінуге болады. Әлемдік деңгейдегі бір психологиялық кітаптарда алып кетіп баратқанын көреміз меломаннан. Бірақ біз енді қазақ менталитеті болғандықтан, қазақ қызы болғандықтан осы міне
өйткені біздің өзіміздің Қазақ даму институтын жасаған кітабы, осындай қолдана аласыздар. Сонымен қатар мына жерде бізде рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберіндегі демографиялық тарих контекстінде қазақтар дейді. Жаңағы біз тарихқа үңіліп жатырмыз, Шыңғыс хан деп, басқа да ұлттардың қызын алған деп, мына жерден бұл жерде статистиканы көре аласыз. Егер болашақта өздеріңіз орталықтарыңызға керек болады деп ойлаймын менің ойымша. Және енді бұл біздің Нұр Сұлтан қаласының әкімдігінің қолдауымен жасалған, яғни жаңа тұрпатта жаңғырудың ең басты шарты ұлттық кодыңды сақтай біл деген біздің елбасымыздың сөзін жаңағы бағдарламасы аясында жасалған. Енді брошюра дейді ғой, анықтама. Енді осындай сыйлықтарым бар сізге. Тамаша, рахмет. Рухани жаңғыру жай ғана сөз емес, осындай міне кітаптармен де өзінің нақты жұмысын көрсетіп жатыр деген ойым ғой. Енді мынау тамаша кітап екен. Өйткені қазір бізде қаржылық пирамидалар дегендер бар. Біздің жастарымыз қаржылық сауаттылықтар аз, жаңағы миллиондарын өздерінің беріп жіберіп жатады, ұтылып қалып жатады. Сондықтан да бала кезден осындай санаға сіңіру, оқу өте менің ойымша пайдалы, және де өзіңнің ұлтыңды, шыққан жеріңді, тегіңді білу деген ол меніңше үлкен бір жұмыс сияқты. Енді өзіңіз қарап көресіз, өзіңіз сосын маған бағасын берерсіз. Жаңа айтып жатсыз ғой, енді қаржылық пирамида біздің жастарымыз сондай ілесіп қалып жатады. Жастарға енді осы тікелей эфирді пайдалана отырып, бізді көріп отырған жастарға, жалпы көрермендерге айтарым, әрбір затты жасамас бұрын өтініш, әлеуметтік желі дамыған қазіргі таңда. Нұр Сұлтан қаласының әкімдігі де өте ашық деңгейде жұмыс жасайды. Әрбір басқармаға кіріп сұрақты да қоюға болады, шешімін де табуға болады. Сондықтан әрбір бір қадам жасамас бұрын зерттеңіздер, білім алыңыздар. Сосын барып сол қадамға жасауға үміттеніңіздер. Өйткені өте көп ондай болып жатқан жағдайлар. Бізде де рухани жаңғыру бағдарламасында да жаңағы кеңсемізге де келіп жатады. Сондықтан мен айтарым, осы тікелей эфирді тағы да пайдаланып, қандай зат жасамасаңыздар да бірінші соны біліп, талқылап, мүмкіндіктерді пайдалану керек қой қазір. Көзі ашық, көкірегі ояу жастардың интернетті оңды солды пайдаланғанша жаңа өзінің пайдасына да пайдаланып дұрыс шешімдер қабылдау керек деп ойлаймыз. Енді біздің көрермендерімізден сұрақ келіпті сізге. Ақерке ханымға сұрақ дейді. Қалалық филиалдар мен рухани жаңғыру институты арасында қандай жобалар бар? Кейде орталық пен филиалдар арасында үндестік жоқ секілді ме дейді? Енді міне үндестік жоқ секілді деп айтып жатса да, міне мен мынау жаңағы институттың кітаптарын сізге табыстап отырмын. Егер біздің арамызда үндестік болмаса, егер біз қарым-қатынас жасамасақ, бізде бұл кітаптар қолымызда болмаушы еді. Оны біз қаламызда, Нұр Сұлтан қаласында кеңінен насихаттай алмаушы едік. Мүмкін, әлі де өте дұрыс сұрақ. Кім жіберіп жатыр? Біздің көрерменіміздің аты Асхат мырзаға айтарым, өте дұрыс, орынды бұл жерде замечание деуге болады ғой. Әлі де жұмысты әрине қамту керек, әлі де жұмыс жасау керек, әлі де талай жоспарларымыз бар бірге жасалатын. Бірақ қазіргі уақытта әрине біздің республикалық деңгейде 17 өңірге бізге бастама болып отырған ол институт. Сол институттың кітаптарын өзіңіз көзіңізбен көріп, қолыңызбен ұстап отырсыз, жұмыс жасалып жатыр. Бірақ Асхат мырза, сіздікі де дұрыс, әлі де жасалатын, қамтылатын жұмыс көп, ол жағын әлі де қарастырамыз. Енді Ақерке ханым, керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Екеуміз біз ұлттық құндылықтарымызды да, сіздің жұмыстарыңызды, біздің жұмыстарымызды да, ортақ жұмыстарымызды да жақсы талқылап тастадық. Енді алдағы жоспарларыңызбен бөлісе кетсеңіз. Алдағы жоспар, енді осы 17 арнайы жобаны әлі де 21 жылы аяқтап, 22 жылы ұлттық рухани жаңғыру ұлттық жобасын жүзеге асыру біздің басты мақсатымыз. Сонымен қатар бұл жерде көрдіңіз бе, шашыла берудің қажеті жоқ. Нақтыланған 17 арнайы жоба бар. Сол 17 арнайы жобаның бір қорытындысын көру біздің басты мақсат кеңсенің.
Енді Нұр-Сұлтан қаласының ішкі саясат басқармасына алғыс білдіремін. Сол кісілердің енді үлкен септігімен біз жұмыс жасап жатырмыз. Бүгінгі осы тікелей эфирдің болуына Нұр-Сұлтан қаласының дін басқармасы, дін басқармасы және дін зерттеу орталығы басшыларына да алғыс білдіремін. Осындай дұрыс тақырыпта таңдалған, дұрыс мағыналы бір өзінің бір 30 минут әрине жетпейді, ол өте аз. Сондай бір өте ауқымды үлкен тақырыптарды көтеруге. Бірақ мен ойлаймын, бізді тыңдаған адам өзіне керекті бір ақпарат алған шығар деп. Осындай шараларды ұйымдастырып, пандемия кезінде осындай бетімізбен жүздесіп сұхбат құра алғанымызға алғысымды білдіремін. Әйгерім, сізге жекелей алғыс осындай тамаша сұрақтарыңыз үшін. Сізде де жүрегіңіз қазақ деп соғып, елім деп соғатын, нағыз патриот, нағыз өз саласының маманы екені көрініп тұр. Мен осындай қыздарды кездестіргенде өте қуанамын. Осындай қыздардың көп болғанын қалаймын, өйткені біздің айтады ғой, қыздарды да билікке әкелу керек деп. Бұл жерде бір билікті қолға алу немесе бір мансап емес, басты мақсат сол еліміздің көркеюіне кішкене болса да үлесімізді қоссақ деген бір ойымыз бар. Мен енді ойлаймын, рухани жаңғыру бағдарламасында бізде де енді бір еңбек етіп келе жатырмыз. Көп болмаса да кішкене бір осындай көмегіміз тие берсін деген ойдамын. Ақерке ханым, келгеніңізге көп рахмет. Тамаша сұхбат болды. Жаңа сіз атап өткендей, көрермендеріміз жарты сағат болса да өздеріне керекті тұшымды әңгіме алды деп ойлаймыз. Ой түйді деп ойлаймыз осы әңгімеден. Сәл де болсын жүректеріне қазақ деп соққан әрбір жаңағы адамның жүрегіне сөзіміз өтетін болса, сол бақыт қой, не дегенмен де. Келгеніңізге көп рахмет. Жұмысыңызға береке, табыс тілейміз. Және де құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта болған Нұр-Сұлтан қаласы рухани жаңғыру кеңсесінің директоры Ақерке Ақтайқызы. Құрметті көрермендер, қойған сұрақтарыңызға, бізбен бірге жарты сағат бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта, амандықта жүздескенше қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.